Сіздермен бірге қарлығаш, сен және орта. Бірде өмірден түңілген оқушы ұстазынан кеңес алу үшін оған қарай жол тартады. Ұстаз, өмірдің мәнін жоғалттым, өзімді жоғалтып алдым. Күн болса да алдымда тек тас қараңғыны көремін. Оқушы ұстазына осындай сұрақ қойды. О, балам, жағдайыңды түсініп тұрмын, бірақ міне саған гүл. Бір айдан соң тағы кел. Айтарға сөз таппаған оқушы бір ай бойы гүлге күтім жасайды. Содан қайтадан жайқалған гүлмен ұстазына оралады. Оқушы, мен сіз айтқандай істедім. Енді кеңесіңізді күтудемін. Сен гүл солғанда не істедің? Себеп іздедім. Неден? Гүлден бе немесе ол өсіп тұрған топырақтан ба? Я, мен гүлдің топырағын 2 рет ауыстыруыма тура келді. Көрдің бе, сен себепті гүлден емес, ортадан іздедің. Сен де сол гүл секілді. Кей-кезде себепті өзімізден іздеудің керегі жоқ. Жан-жағыңа қарап, сүріп жатқан ортаңды саралауың керек. Сені қоршаған орта әрқашан саған әсері болады. Сол есіңде болсын.